1 ақпан халықаралық орамал күні. Бұл күні әлемнің көптеген қыз-келіншектері бір күн бойы орамал тағып жүріп, мұсылман әпке-сіңлілеріне қолдау көрсетеді. Бұл күнді атап өту идеясын Назма Кхан атты мұсылман қызы ұсынған. Ол Бангладеште дүниеге келіп, 11 жасында ата-анасымен Америкаға қоныс аударған екен. Назма мектепте орамал таққан жалғыз қыз болатын. Оны сыныптастары Бэтмен, Нинза деп мазақтаса, Нью-Йоркке университетке түскеннен кейін де орамалға байланысты талай кедергіге ұшырайды. Сонда ештеңеге мойымаған қайсар қыз орамал сататын интернет-дүкен ашады. Сайт мұсылман қыздарына орамалдың түр-түрін ұсынатын еді. Интернет-дүкен ашылғаннан кейін жан-жақтағы мұсылман қыздардан хаттар келе бастайды. Олардың негізгі бөлігі бастарындағы орамалдарына байланысты қоғамнан шектету көріп жүреді. Міне осы кезде Назма қоржыныма көптеген хаттар түскеннен кейін әлемдегі барлық мұсылман қыздарына бірден көмек қолын созғым келді. Солай халықаралық орамал тағу күнін атап өту идеясы туды. Егер әлемнің барша қыз-келіншектерін бір күн орамал тағуға шақыра алсам, мүмкін бізге деген көзқараста өзгеріп қалар, деп аталған мерекені атап өту бастамасын көтерді. Ең кереметі, бұл бастаманы қолдаушылардың саны өте көп болды. Назманың Фейсбукте ашқан парақшасына әлемнің 67 мемлекетінен қыз-келіншектер жазып, қолдауға әзірліктерін айтты. Орамал Алланың әйел затына бұйырған парызы. Орамал әйелдің қорғанышы, ар ұятының күзетшісі. Сондықтан да орамал таққан қыз қоғамнан шектету көрмей, керісінше еңсесін тіктеп жүруі керек. Орамал мұсылман қыздарына ғана тән дүние емес. Юдаизмде орамал жоғарғы мәртебенің белгісі. Доктор Брейердің айтуынша, юдаизм дінінде орамал тек ар ұяттың белгісі ғана емес, қоғамдағы жоғарғы мәртебенің, тектіліктің, байлықтың да символы болған. Бұл дінде кей орта топтың әйелдері өздерін жоғарғы мәртебеге көрсету үшін орамал тағып алады екен. Ал еврейлер жеңілтек әйелдерге орамал тағуға тіпті тыйым салыпты. Өйткені орамал оның қоғамдағы статусын ғана көрсетіп қоймай, ақ адаларына кір түспегенің де дәлелі екен. Еврейлер әйелдің шариғатқа сай киімін цнуит деп атайды. Еврей діндары Равен Франштейннің айтуынша, әйел затының көйлегінің етегі тізеден асуы керек, қолының шынтағы көрінбеуі керек. Юдаизм дінінің әйелдерден осылай киінуді талап етуінің бірнеше себебі бар. Егер қыз жабық киінбесе, еврейдің негізгі қасиетті кітабына қарсы келген болады. Екіншіден, жанында ашық киінген әйел заты бар еркекке Тауратты оқуға да, құлшылық жасауға да болмайды. Үшіншіден, талапқа сай киінген қыз ер адамды жаман ойға итермелейді деп есептеледі. Тіпті еврей әйеліне бөтен еркектің қолын алуға да болмайды. Христиан дініндегі орамал киюге бағынудың көрінісі. Христиан дінінде әйелдерге орамалдың міндеттігі жөнінде Павел апостол бекіткен болатын. Ол барлық христиан еркегіне Христос басшы, ал әйелдерге күйеуі басшылық жасайды. Христостың өзі Құдайға бағынады. Әйел күйеуіне бағынатынның белгісі ретінде орамал тағуы керек деді. Ал әулие Тертуллиан өзінің қыздарға орамал тағудың міндеттігі туралы атты атақты трактатында: жас қыздар, сендер көшеде, шіркеуде, бөтен еркектердің жанында орамал тағасыңдар, өз бауырларының жанында да неге тақпасқа деп жазған болатын. Католиктер де шіркеуге кірген әйел затының басына да орамал болуын қатаң талап етеді. Кейбір аманит, менонит секілді христиан конференциялары бүгінге дейін әйелдерге орамал таққызады. Христиандардың ұғымынша әйелдердің басын жауып, шашын жасыру Құдайға, одан кейін еріне бағыныштылығын білдіреді. Күні бүгінге дейін христиан монархияларының бастарынан орамалдарын тастамай құлшылық жасап жүргенін көзіміз көріп жүр. Исламдағы орамал әйелдің ар ұятының күзетшісі. Ислам діні қыз-келіншектерге орамал тағып, ұятты жерлерін бөгде көзден жасыруды парыз етті. Алла тағала Нұр сүресінің 31 аятында: «Мүмін әйелдерге де айт,
бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын, сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ олардың өздігінен көрінгендері басқа, беті, қол-аяқтары. Орамалдарыңды жағаларыңның ойығын жабатындай етіп тағыңдар деген болатын. Міне, ислам дінінің негізгі қаланған сонау 7 ғасырдан бері мұсылман қыз-келіншектері ар-ұятының қорғаушысына айналған, орамалдарынан ажыраған емес. Бірақ неге екенін ғылым, білім дамыған, адамзаттың ақыл-ойы жаңа биікке көтерілген 21 ғасырда орамалға деген қарсылық мәдениетінің орталығы саналатын Европаның кей мемлекеттерінде қысымға ұшырап жатыр. Мұсылман қыздарын орамалмен мектепке кіргізбеу, жұмысқа алмау, қоғамда шектету оқиғалары жиі тіркелуде. Мұның бәрі қоғамның азғындап қыздардың жариялыққа ұмтылуынан болар. Әйтпесе қай дінде алып қарасақ та әйел затының жабық киінуін, басынан орамалын тастамауын талап ететінен көзі ашық, көкірегі ояу жанның барлығы хабардар деп ойлаймыз. Ал орамалдың қандай формада болуы тиістігі жөнінде Құранда нақты жазылмаған. Бұл туралы белгілі ғалым, исламтанушы Қайрат Жолдыбайұлы өзінің «Күдікпен күрес» кітабында әйел баласы өзінің дене бітімін қатты кескіндемейтіндей кеңдікте, жүзі, екі қолы тобықтың төменгі жағынан тыс басқа барлық жерлерін жабатындай кез келген киім үлгісін таңдап кисе болғаны. Бұл шарттар орындалғаннан кейін сәнді әрі өзіне жарасымды жалпы эстетикаға сай киім киюге ислам діні қарсы емес. Сауд Арабиясы мен Ирандағы әйелдер сияқты қара киіп жүру үрдісі барша мұсылмандарға парыз киім үлгісі емес. Ондай киім үлгісі олардың өз әдет-ғұрыптары мен қоғамына қарай таңдалған. Сондықтан құрам өлшемдерінен шықпау шартымен әр қоғам киім үлгісін өзінің менталитеті мен әдет-ғұрыптарына, заманына қарай әрі өмір сүрген жерінің климатына ыңғайлы етіп таңдай алады. Мысалы, қазақ жерінің әр өңіріне тән әйел кимешегі болған, тіпті әйелдердің жас ерекшеліктеріне қарай кимешек үлгілері тігілген. Ата-бабаларымыз ғұрпымызда орамал тағу жоқ деп Құран қағидасына қарсы шықпаған. Керісінше, оны ғұрпымен сабақтастырып, ою өрнегімен көркемдеп, өзінің төл киім үлгісіне айналдыра білген. Бүгінгі таңда да Құран өлшемдеріне әрі заман талабы мен ұлттық түсінігімізге сай әр түрлі киім үлгілерін тігуге неге болмасын. Осылай істер болсақ бәлкім орамал тағып, ұзын киім кию, ананың, мынаның ұлттық киімі дегендей таяз түсініктерден арылар едік, деп жазады. Яғни 21 ғасыр қыз-келіншектері заманына, қоғамына сай түрлі түсті, әр түрлі әшекейлермен безендірілген небір сәнді үлгіде тігілген орамалдарды өз талғамына сай кие алады.